бүгін мен сіздерге 2026 жылы жаңа салық кодексіне сәйкес режимді қалай ауыстырамыз, соны көрсететін боламын. Алдымен өзіміздің электронды цифрлы қолтаңбамыз арқылы жаңа кабинет налогоплательщикқа кіреміз и сынаға. Алдымен режим ауыстырмастан бұрын өзіміздің окетімізді тексеріп аламыз. Біздің окетіміз упрощенкаде запретительный списокте бар ма, жоқ па, соны қарап аламыз. Егер де бірнеше океттеріңіз болып, біреуі болмасын запретительный списокте, рұқсат етілмеген списокте болатын болса, оны алдымен окетімізді ауыстырып алып, содан кейін режим ауыстыруға көшеміз. Подать документы дегенді басамыз. Төртінші бетке өтеміз. Мына жерде уведомление о применяемом режиме налогообложения дегенге кіреміз. Подать. Міне осындай бет ашылады. Сіз қай режимге ауысасыз? Егер де жаңа упрощенкеге ауысқыңыз келсе, А-ны басасыз. Егер де КХ-ФХ болатын болса, В-ны басып ауысасыз. Бұны алып тастаймын. А. Екіншісі добровольно өтеміз. Далее батырмасын басамыз. Екі жерге галочка қоямыз да өзіміздің немізді жазамыз. Угодымызды жазамыз. Бізде 15 сом. Сформировать. Күтеміз сәл. Міне бізде шықты. Подписать и отправить батырмасын басамыз. Міне бізде отчетымыз шықты. Мына жерге подписать и отправитті басамыз. Мен кейін ЭЦП ключ арқылы подписание жасап, заявление жібергеннен кейін налоговый заявлениеге кіреміз. Міне біздің жіберген уведомлениеміз шығып тұр, принят болып тұр. Ішіне кіріп, қабылданды ма, қабылданбады ма, соны көретін боламыз. Видео түсінікті болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Барлықтарыңызға рахмет.